Ой, бірдеме десе чалбарым шешем дейді екенсің, чалбарым шешпейсің. Қайда білейді? Чалбарыңды байлап қой, чалбардан жоғары сыйпаймыз. Болды. Не болды? Тұра тұрыңыз. Тұра тұрыңыз. Ау. Ой, баяу көтті ғой. Жуан жүрдіріп тұрсың? Ай, кәрі-ай. Атқа мініп ап, қойдың артынан жүргенді білесіз. Ау. Бояна батпай ма, сізде өспе бар екен ғой, өспе. Ау. Өспе бар екен дейім. Неғылған өспе қаңғып жүрген? Мен қайдан білем неғып жүрген өске екен. Әшейм алдың артынан жүре бересіз дейін сол күтпейсіз ана оң жағыңыз әріп, өспе тұра жағыңызда. Қайдан? Ой, міне қолыңызды әкеліңіз, міне ұстамайсыз, міне қолың сыртынан шығып кетті, міне өспеңіз. Батпай ма өзі ауырмайды ғой дейм әшейін. Ой, мұндай өспені өзіме қалып ұстаймын. Мұрадырығыны көрінгірей. Ой, мұнауың не, кәрия? Ау. Мұнауың не? Насыбай шақша не болу үшін? Осыны өспеден жүрген, әй, ақымақ өңкөй. Тұра. Тұра, мына жақта. Ой, міне, оң жақ. Міне тұр. Қайсы? Андағы. Ол деген қын. Ой, қынның үстіне сипаңыз, қынның үстіне тамана. Ау. Андағы тәр. Не андағы? Ой, бағана. Болды қой, сен мынау әгі немерем сақпағын құрты қой. Әй, сен өзі өст біздеп жүрсің ба, қалтамды тінтіп жүрсің ба сен? Кәрия, тұра тұрыңыз. Тұра. Әшейін? Тұра. Жаңа бір, несі қолға тиген сияқты. Жөт өліңіз. Және де. Дем алыңыз. Ау, дем алыңыз. Дем алып отырмын ғой. Бәрәке. Таптым. Бірдеңенің дауысы естіле ме? Шареке, ішкі құрылысыңызда өспе бар екен, өспе. Өспе бар екен, ішкі құрылысыңызда. Ау. Өспе бар екен. Өспе? Ол не қып жүр? Ана жүректің астына, қолға қараңыз. Ілесіп отырыңыз. Жүректің астында, өттің өкшесінде, аш жеттің астында, туықтан аваша бұлай. Ана өкпенің тұсында қабырғаға жағыпсып, мұнандай өспе тұр, өспе бұлай. Анда қолың сумаңда түгі құсам үйірмасынан дағын. Қайтадан көрсетейін онда. Қайтадан чегіндіріп көрсетейін онда. Бұлай чегінеміз ішінен. Ой, қайда. Тоқыдырын айтшы. Өкпеңіздің үстінде мұнандай өспе бар екен. Ау. Өспе. Өспе? Нәзік көл. Ай, нәзік көл. Ай, осы балан жет. Ай, нәзік көл. Ойбай, ағай. Менің құлағым сияқты ауыр ма? Әгі, өкіл ғой деген әгі, адамдарыңыздың бәрі тамыр жоқ түгел сыңыр екен де. Ой, ол нәғылған сыңыр енді ол. Соны әрең-пәрең тамырын әрең-тәрең тауып әрең қойып шықтым өзі. Мына мен жерде бір үлкен бір ауру келіп отырман көр. Қайсы? Міне. Ұсташы мына жерде өкпесінде өспе бар екен, көр. Өспе, мына ұстап көр. Мына шалдың қай жерін сипаймын? Қай жерім сипаймын? Несіне өкпенің тұсын сипап көрмейсің ба? Практика деген осы ғой. Не жерінде тұр екен ана жерінде? Айналып көтейін баланың қолы жұмсақ екен сан қарағанда. Кәрия. Ау. Өспе бар екен. Жағдай бұлай. Біз болсақ мынау мал шаруашылықта отырқана. Ау. Мал шаруашылықта отырқана біздікі. Чарчағдаймыз дегенде емес. Ана операция сайманымыз толық емес. Ау. Мен сізге жөткелу қағаз жазып берейін, сіз ана ауданға барып, ана өкпені алып тастаңыз. Ауданға барыңыз, мен жөткелу қағаз жазып берейін сізге. Сол ауданға барып алып тастаңыз, бір аптада жазыласыз, жеңіл анда, түкті емес. Жеңіл ме? Жеңіл. Мен жөткелу қағаз жазып берейін. Акама өң бәрі қалсын қой барын, айтып отырмыз. Өзіңді мұқты доғылырсың ғой. Қолың жеңіл. Ол енді. Мен анау сандарып ауданға барып жүрмей қояйын. Ең жақсысы өзің алдатасында. Саған сендік. Ай, көкем, көз қолмақ болды. Ау. Енді олай сенім арсаңыз,
Оныңызға рахмет. Оныңызға рахмет. Енді ана ауданда мен ана практикада жүргенде талай операцияның жанында болғам. Сыртынан көрдім. Түк емес, ол айнаның соқыр шетін бір түрі. Кесемізді алып тастаймыз. Алып тастаймыз. Сол үшін бір келісім бола, сіз үйіңізге барып ана бәйбішеңізбен ақылдасыңыз. Бәйбішеңізбен, балаларыңызбен кеңесіңіз. Олар қосылса, содан кейін қолыңыздан құжат бересіз. Қосылады ғой, өз басқарам ғой мен. Жарайды оныңызға. Сосын барып, сосын алып келіңіз. Сосын әпресі жасап тастайық. 3-4 күннен кейін қашай малдың артында жүре бересіз. Жеңіл, 3-4 күн түкті емес. Сіз оны үйге барып келіңіз. Жарайды. Мына құртыңыз сабаңыз. Құртыңыз сабаңыз. Жарайды. Онда солай болсын. Өзің жемейсің бөді. Жоқ, мен жемейм, доктор. Онда мен арт жақтың қайластырып бірақ. Жарайды, солай болсын. Бала-шаға тапсырып мал жақтың. Онда керісті көзің алып келсің. Өзім алып сеймін. Нәзік бұл ана. Өткенде ана операциядан қалған саймандарың толық па? Саймандарыңыз толық, бірақ та әгі пышағыңыз бар, инеңіз бар. Одан кейін біраз әгі жібі тосылайын деді енді. Жібі таусылып кетті ма? Бір немле домбыраның ішегі бар. Домбыраның ішегі қайсы әгі солеу ма жоқ көкшек? Көкшектен жасаған. Көкшек бола бір етпен бірге бітіп кетеді, талай істегенбіз оны. Сен онда соларыңды тезен бексіліп, жөндеп дайындап пышағыңды қайра. Тұра тұр. Ана төсектегі неше аурулар бар әлі? Төсектегі бір қотыр жігіт жатыр, қотыр басқан. Бірінші төсекте? Бірінші төсекте. Екінші төсекте? Өзіңіздің әйеліңіз жатырасыз спекуластыр. Ол әлі 3-4 күн жатады, оны денсаулығы жақсы емес әзір. Ана бәңгушінің жанында ғана сүпсі бар емес, қаңы бар. Соны сыпырып тазалап қой. Мақұл. Астынан өкіметтің кигізін қалындап саған чал сөңі жатқызайық. Иә. Ана сәл зайлау болса, қи бар қой, қидан өртеп үйді қызды қой. Жарай ма? Жарайды. Сен тез бара бер, тіріп жұмыстан. Операция бастайтын ба, бүгін үлкен бір жұмыс болатын болтайын бұна. Лөктір-ау! Лөктір? Жарайды. Ол ақшақтың қайлап бірақ келді енді. Бәйбішеңіз қайда балаларыңыз? Балаларыңыз бәйбішеңіз жоқ қой. Кешке малың қайдан қосын бірақ келеді ғой енді. Кеш жақын келе ма? Жарайды. Онда біз операцияны бастай береміз ғой. Операцияны бастай берейік. Бастай бер. Нәзік көл! Айбай осы баланы. Келдім міне. Саймандарын толық қой? Толық. Немне, мына пышақты да қайрадық. Сонда қай жерге соямыз ағай? Жоқ, ештеңе жоқ. Операция деп ешім айтты мен саған. Операция. Қай жерге операция қыламыз ағай?